Сәлем қыздар, қазіргі таңда хит болып жүрген ең әдемі салаттардың бір түрін жасайтын боламыз. Қонақтарыңызға дастарханға жасап қойсаңыз өте әдемі көрінеді. Ең алдымен біз соусын жасаймыз. Грамдарын бәрін жазам, сол жерден көріп алсаңыз болады. Тұз, қант қостым және қара бұрыш қостым және күнбағыс майы, зәйтүн майын қостым, 2 түрлі май қостым. Алма сірке суын қостым және бал қостым. Горчица қостым, горчица соусын қостым. Осыларды жақсылап араластырып, басын біріктіреміз. Бізге біраз қасыға ғана жетеді, қалғанын алып қаламыз. Мен бір тарелкаға жететіндей ғана дайындадым. Барлығын мөлшерін көбейтіп істесеңіздер болады. Осының бір қасығын аламын мен, қалғаны тұрады. Ал енді салатымызды дайындаймыз. Салатқа кез келген аскөк түрін пайдалансаңыз болады, өзіңізге дәмі ұнайтын. Мен осы бір салат жапырағын пайдаландым. Осыны бір тарелкаға жететіндей ғана алып, жуып, турап аламыз осылай. Және бір қызылшаны пісіріп, оны да 4 бұрышты етіп тураймыз. Қызылша салдым. Егер де сіздер 6 тарелка салат дайындайтын болсаңыздар, 6 ұшты қызылша пісіресіздер. Мандариннен бір мандаринді ашып турап салдым. Соустан біраз қасық қостым. Енді осы үшеуін жақсылап араластырамыз. Өте оңай, тез дайын болатын салат, тек қана сіз қызылшаны пісірсеңіз болды. Осыларды соусымен араластырып алып, тарелкаға саламыз. Бетіне кез келген жаңғақ түрін қоссаңыздар болады. Осыны қуырып жеріп қоссаңыздар өте дәмді болады. Және бетіне творожный сыр қойып шығамыз. Не болмаса мини моцарелла қойсаңыздар болады. Бетіне бальзамский соус болса, осылай сеуіп шығасыздар. Егер жоқ болса, острый кетчуп сеуіп шығасыздар. Дәмі үйлесіп әдем болып тұрады. Міне салатымыз дайын. Ас болсын, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Жаңағы бізге керекті соус дайындау үшін керекті заттар